Садрадиннің сізге қандай әндері ұнайды? Садрадин туралы не жаңалықтар болып жатқанын білесіз бе? Садрадин әлемнің ең үздік әншілері қатарында Forbes журналына енді. Сонымен бірге, Қытайдың Циндао қаласында өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерінің өнер және жастар әні фестивалінде Қазақстан атынан танымал әншілер Садрадин мен Рухия Байдукенова да өнер көрсетті. Фестивальдің басты мақсаты Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдері арасында мәдени байланысты нығайту, жастар шығармашылығын қолдау және өнер арқылы халықтар достығын арттыру. Шараға Қытай, Үндістан, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Пәкістан және Тәжікстан сынды елдерден жас орындаушылар қатысып, ұлттық әндер мен заманауи композицияларды ұсынды. Қазақстан өнерпаздары өздерінің жарқын кәсіби орындауымен көрермендерді тәнті етіп, сахнада қазақ өнерінің биік деңгейін көрсетті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев әрқашан мәдениет пен жастардың халықаралық деңгейде танылуына баса назар аударып келеді. Оның бастамасымен Қазақстанда жастар саясатына жаңа серпін беріліп, өнер саласындағы дарынды буынды қолдау жолға қойылған. Ал желі қолданушылары бұл жаңалықты жылы қабылдады. Қазақ өнері тек алға деп жазды бірі. Тоқаев қолдау білдіргеннен кейін жастардың дауысы алыстан естіледі деген жағымды пікірлер қалдырылды. Негізі жас әнші Садрадиннің әні жас кісілердің де, орта буын, жастағы адамдардың да көңілінен шығатын. Садрадиннің әні көпшіліктің жүрегіне жағып, барлығы да өздері ұнататын сүйікті әндерінің ішіне енгізген еді. Садрадиннің әні анасына арналған, сүйіктісіне арналған әндер болғандықтан көпшіліктің көңіліне шыққан әндері көп. Садрадинге сахнадағы нұрыңыз сөнбей, тыңдарманыңыз көбейе берсін, өнер жолыңыз жарық болып, биік белестерден көріне беріңіз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, алдағы уақытта шығармашылыққа мол табыс тілейміз.